аяулы анамызды сағынышпен еске аламыз. Анамыз Байманова Айымкүл Молдасейітқызы. 13 мамыр 1947 жылы Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Сарытоғай ауылында дүниеге келген. 1976 жылы Аспендияров атындағы медициналық институттың емдеу ісі мамандығын аяқтап, сол жылы облыстық туберкулезге қарсы күрес диспансерінде интернатурадан өтіп, дәрігер, фтизиатр қызметін атқарды. Анамыз 40 жыл ақ халатты дәрігер болып, еңбек ардагері медалімен марапатталды. Аяулы анамыз облыстық фтизиатрия саласында абыройлы қызмет етті. 58 жасында зейнетке шықса да, 10 жылдай сол ауруханада жұмыс атқарды. Анамыз 4 баланың аяулы анасы, 13 немересінің мейірімді әжесі. 2025 жылдың 31 қазан айында Аллам панасын алды. Анашым, мәңгілік мекеніңіз нұрға толы болсын. Жаныңыз жәннатта, рухыңыз тыныштықта шалқысын. Ай 10 күн толғайды, өмірге мені жолдайды. 6 қат аспан астында анамдай адал болмайды, анамдай адам болмайды. Жалғызым жаным жана апам, мақтадан мамық алақан. Ананың жаны боз торғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анамдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Періштем болып қорғайды, пештей болып орнайды. 7 қат жердің үстінде анамдай жылу болмайды, анамдай сұлу болмайды. Жалғызым жаным жана апам, мақтадан мамық алақан. Ананың жаны боз торғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар. Анамдай сұлу адамзат жұмақ жақта да жоқ шығар. Өмір сыйладың, мәпеледің, ол қызыңды жетеледің. Мақсатына көздеген жылы сөздерің жүрегімде. Өзің барда бұл өмірде, жалым биік өзгеден. Анашымдай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жанына жанашырай. Сағындым сені, бағымның шегі, ақ сүт берген анашыма. Қолыным менің құлама деп, құласаң да жылама деп, бақыт тілер аяулым. Өзіңсіз ана күнім шықпас, көп
ішінде өнім шықпас, ат үстінде жаяумын. Анашым ай, көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма, жанашыр